Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Аяла тәттілері. Бүгін өте дәмді пирог жасаймыз. Бұл пирог 2023 жылдың хит пирог десек те болады. Ең алдымен жұмыртқамыздың ақ уызы мен сары уызын ажыратып аламыз. Бұл жерде ескере кететін жағдай, ақ уызға бір тамшы болсын, сары уызы түсіп кетпеу қажет. Сары уызымызға үстіне қантты салып, үстіне жылы суды құйып, жақсылап осылай араластырамыз. Енді песочный тестасын дайындаймыз. Ол үшін ұнды міндетті түрде електен өткізіңіздер. Үстіне разрыхлительді қосып, үстіне 82-де 5% немесе 72-де 5% майымызды салып, крошка жасаймыз. Достар, дәл видеодағыдай жасайсыздар. Және үстіне бағанағы сары уызды массамызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болады, артығын қоспаңыздар. Пакетикке немесе пищевой пленкаға салып, холодильникке 10-15 минутқа қойып қоямыз. Енді достар, начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге бағанағы белогымыздың үстіне қантты салып миксерлейміз. Мен қант салған кездегі видео түспей қалыпты. Дәл осындай плотно, қатты масса болу керек. Осылай төңкерген кезде түсіп кетпейтін масса болу керек. 20%-дан жоғары қаймағымызды алып, үстіне електен өткізген ұнды салып, үстіне сгущенканы салып, яғни қойытылған сүтті салып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Түйіршіктер қалмау керек, осындай бір келкі масса болады. Енді осы массамызды меренганың үстіне 2 бөліп, 3 бөліп салып, дәл видеодағыдай етіп араластырамыз. Қатты араластырмаңыздар, меренгамыз төмен түсіп қалуы мүмкін. Осылай лопаткамен, қасықпен бола береді. Осындай пышный масса болады. Қамырымызды 24-26 дециметрлік формамызға бір келке етіп осылай видеодағыдай жайып аламыз. Міндетті түрде осылай вилкамен тесіп шығыңыздар, арасы жақсы пісетін болады. Осы қамырымыздың үстіне начинкамызды салып, қызып тұрған пеште 20-30 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, біздің пирогымыз дайын болды. Дәмі ауызда ериді. Өте жұмсақ, өте нәзік пирог болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналымда үнемі шығып отыратын оңай әрі ерекше рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Сау саламат болыңыздар.